Кайрылуу күн. Бүгүн Аманат партиясынын барлык деңгейдеги маслихат депутаттарынын Батыш Казакстан облустук форуму өтүүдө. Осы орайда биз аталган депутаттардан кандай маселе чечим тапты, сабалнама жүргүзүп көрөтүн болабыз. Эндеше кеттик. Сизге алгачкы сурагыбыз 8-шақырылым кезеңинде кандай маселелерди көтердиңиздер және шешимин таптымы? Мисалга осы уақыттың ішінде полиция департаментінде материалдық қамтамасыз ету жөніндегі мәселе бойынша, жылу энергетика саласында, жайық теплоэнерго энергетика саласындағы тарифтерге қатысты жаңа жергілікті жерде болып, олардың жаңа қысқа дайындығы бар, денсаулық сақтау объектілері салынып жатыр мысалға. Солардың салыну, жаңа мониторингтер жүргізу, сонымен қатар мынау күрделі жөндеу жұмыстары осындай бағытпен жаңағы Қаратөбе, Теректі, Байтерек, Жаңқала ауданында болып осындай жаңа мәселелерді қарадық. Депутаттар, соның ішінде Аманат партиясының біздің бағдарламада да болды ғой. Жергілікті жерге баратын жаңағы мына медицина кадрлеріне жаңағы көтерме төлемақы төлеу мәселесі. Онда бір жаңағы бастамашыл болған осы Аманат партиясының депутаттары. Біздің облыс бойынша өздеріңіз білесіз 5 миллионға дейін көтерілді. Қазір соның арқасында мысалға біздің кестеде мысалға 50 жаңадан жас кадрлар тату керек болатын болса, биыл ол 100 шатыспасам, қазір 48-ге мекен орындалды мысалға. Шыңғырлау ауданынан маслихат төрағасы Сағидулла Тұрғалиев. Осы шақырымға келгенде сайлауалды бағдарламамызда қойған мәселелер көп еді, шешіліп жатыр. Олар деген осы Шыңғырлау ауданындағы 19 көше аяқталды. Шыңғырлау 8 сай деген жолымыз 104 шақырымы, оның қазір 45 шақырымы жөнделді. Бақиев Азамат Ешсұлтанұлы, Жаңақала аудандық мәслихатының депутаты. Биыл осы жазда Жаңақала көкжастар арасындағы 34 километр жолға орташа жөндеуден өтті. Ол мәселе, ол енді үлкен халық үшін қуаныш болды. Үлкен мәселе енді алдағы енді жоспарда енді ауылымыздың мектебі, балабақшасы, жаңағы мәдениет үйі, солардың енді күрделі жөндеулер өту кезекте тұр. Енді Сырым ауданы Тоғанас ауылы Кенжебай Жасқайрат Жолымбетұлы. Көтеріп келе жатырған мәселеміз өзіміз тұратын ауылда, Тоғанас ауылында мәдениет үйі мәселесімен жаңағы спорт зал мәселесі. Ол енді қазіргі кезде шешімін тауып, құрылыс басталып қазір. Осы алдағы 24 маусым айында тапсырылғалы жатыр деп айта аламын. Қаратөбе аудандық маслихат депутаты Қодарова Баянсұлу Жасалапқызы. Біздерде енді қазір көптеген мәселелер шешіліп жатыр. Соның ішінде ең бірінші айта кететіні жол мәселесі. Қоскөл ауылындағы 9 шақырымдық жол. Ол қазіргі таңда 4,5 километр жол деген жоспар бойынша 2 жылға жоспарланған болатын. Соның ішінде 4,5 километрі жасалынып жатыр. Ақшасы бөлініп тұр. Келесі жылы бітіріледі деген жоспарда бар. Ол халықпен қаншалықты жиі жолығасыздар, және халықтың көтеретін негізгі топ 3 мәселесі. Шама келсе жиі қарым-қатынас жасауға тырысамыз. Өйткені бүкіл ауылдың жаңағы WhatsApp топтары дейді ғой. Сонда нөмірлеріміз бар, нөмірлеріміз ашық, қай уақытта да жаңағы хабарласып жатса, ала алмай қалған жағдайда кері байланысқа шығамыз біз. Енді негізгі 3 мәселе дегенде ең бірінші мәселе енді электроэнергиясы, ауыл арасындағы жолдардың қарын тазалау мәселесі. Бізде деген Құспанкөл, Аңқаты деген ауылдар бар қасымызда. 5 шақырымнан екеуі де. Содан балдар тасымалданады автобуспен. Сол жаңағы боран болған кезде балдар 2-3 күн деп сабақтан қалып қойып жатыр. Сол мәселе, өзекті мәселе деп айтуға болады. Енді ауылда басқа мәселелер бар, тағы да жеке шаруамен жолығып жатады халық. Осы жол мәселесі деп ойлаймын мен. Қарағанды деген бөлімше бар, осы Шолақаңқат ауылдық округына қарайды ол да. Ол ауылдан қасындағы Алғабас ауылына 6 шақырым жерге балдар тасымалданады. Онда жолы үнемі жаңағы тазалап күтіп ұстауды қажет етіп жатыр. Енді мен мынау қоғамдық кеңесте де үнемі сол ауданда кездескенде сол көтеретін мәселем сол. Халықпен айына 3-4 рет кездесеміз, жүйелі түрде. Абылайда көшеде халықпен жүргенде өте көп сұрақтар көтеріледі. Сұрақ болғанда соның ішінде біздің ауданымызда күрделі жол мәселесі, содан кейін электроэнергия жүйелері, сеттары, содан кейін мына аудандық орталық емхана. Мен Жастар ауылынан сайландым, Жаңақала ауданына қарасты. Толғандыратын мәселе ол әрине жұмыссыздық мәселесі. Ауылымыздың мектебі, балабақшасы, жаңағы мәдениет үйі, солардың енді күрделі жөндеулер өту кезекте тұр. Енді оның алдағы уақытта бюджеттен ақша бөлінуі жүзеге асуы енді
Бұл да көтерілетін мәселелер. Халықтың мәселесін біздер ең бірінші жоғары жаққа жеткізуіміз керек. Ең бірінші жиі кездесіп отырамыз. Енді Қоскөл округі бойынша енді газ, су, свет барлығы бар. Қазіргі таңда енді жол мәселесі еді, ол да жөнделіп жатыр. Негізгі халық өзінің жеке мәселелерімен келеді да сіздерге де? Иә, жеке мәселесімен жиі келеді. Бүгінгі форумда қандай мәселені көтермек ойыңыз бар? Бүгінгі форумда көтеретін мәселем осы аудан орталығында 8-ден астам халық тұрады. Осы аудандық орталық ауруханамыз мәселесі көтерейін деп тұрмын. Бұл мәселеде ашық түрде болғаннан кейін мен ауыл шаруашылығы жөнінде өзімнің сұрағымды қойғым келеді. Нағыз енді алдымыз қыс келе жатырған сол жол мәселесі. Сонымен қатар бізде Қарағанды деген бөлімше бар, осы Шолақаңғат ауылдық округына қарайды. Ол ауылдан қасындағы Алғабас ауылына 6 шақырым жерге балдар тасымалданады. Жаңағы оның да жолы үнемі жаңағы тазалап күтіп ұстауды қажет етіп жатады. Енді мен мынау қоғамдық кеңесте де үнемі сол ауданда кездескенде сол көтеретін мәселем сол негізгі. Жол мәселесі нағыз күре тамыр ғой, енді біреу ауырып қалса да мысалы деген. Рахмет көп-көп, жұмыстарыңызға сәттілік.